Сәлем баршаңызға. Ағылшын тілінде KN деген екі әріп бірігіп, жалғыз ғана дыбыс береді. Бұл дыбыс, яғни осы тіркес сөздің басында тұрса, К дыбысы мүлдем оқылмайды. Енді қараңыздар, мысалы, ағылшын тілінде knowledge деген сөз бар, яғни ол білім. Knowledge дегенде knowledge деп оқымаймыз, knowledge деп оқылады, яғни бұл білім. Келесі сөз, яғни етістік, ол knock. Knock деген тоқылдату, тарсылдату, стучать, тоқылдату. Және knob деген сөз бар, knob. Knob дегеніміз ол тұтқа. Сіздерге түсінікті болған шығар, яғни бірінші дыбысты кіні оқымаймыз, бірақ міндетті түрде жазылады. Knowledge, knock, knob. Және кейбір жағдайларда олар басқа дыбыстармен бірдей дыбысталады. Мысалы, басқа сөздермен ұқсас дыбысталады. Мысалы, night, knight болып жазылғанмен, ол мағынасы батыр, яғни ержүрек адам, рыцарь, оны біз night деп айтамыз. Батыр. Және night, good night, түн, бұл да түн, бұл да night болып оқылады. Екеуі бірдей, бірақ ерекшелігі бұнда К дыбысы жазылады, бірақ оқылған кезде айтылмайды. Міне арғара жалғастыратын болсақ, new білді, яғни өткен шақта. Тағы да К оқылмайды, сөздің басында тұр. New деген жаңа, екеуі бірдей дыбысталады. Білді деген етістік, амында new деген жаңа, яғни бұл бізде сын есім болып тұр, бірақ дыбысталу бірдей. Not деген түйін, узел, мысалы. Not жоқ, теріске шығару. I'm not hungry, мен аш емеспін. Not деген сөз жоқ. Және knife деген пышақ. Бұнда да К дыбысы айтпаймыз. Knife, пышақ. Кни емес, ни деген колено, тізе, Сондықтан менің айтқым келгені, бұл жерде KN екі тіркес бірігіп, тек қана Н дыбысын береді. Сөздің басында тұрса, ұмытпаңыздар. Кну, кнот, knife деп оқу, ол өте қатеге жатады. Сондықтан сіздерге шатаспас үшін осылай шығардым. Каналға жазып, тіркеліп кетіңіздер.